Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін үйде жеңіл әрі дәмді рулет дайындау рецептісін көрсетемін. Құрамы қарапайым: 3 жұмыртқа, 120 грамм қант, 60 мл жылы сүт, 40 мл күнбағыс майы, 120 грамм ұн және разрыхлитель. Және рулеттің үстіне жағуға кез келген өзіңізге ұнаған варенье түрін алсаңыздар болады. Алдымен жұмыртқаның ағын сарысынан ажыратып аламыз. Жұмыртқаның сарысын бетін жауып шетке алып қоя тұрамыз. Қазір жұмыртқаның ағына қанттың жартысын салып миксерлейтін боламыз. Жұмыртқа өзінің көлемін 2-3 есе ұлғайтады, ақ крем тәрізді болады және біз төңкерген кезде ыдысымыздан ағып кетпейтіндей күйге жетеді. Бұл маңызды, дәл видеодағыдай күйге дейін миксерлеп аласыздар. Енді жұмыртқаның сарысына қалған қантымызды қосып миксерлейтін боламыз. 2-3 минут жұмыртқамыздың сарысы өзінің түсін өзгертіп ағарғанша миксерлесеңіздер жеткілікті. Үстіне күнбағыс майын және де сүтімізді қосамыз. Венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Сұйық массамыздың үстіне ұнымыз бен разрыхлительді араластырып, електен өткізіп қосамыз. Ұнның бір бөлігін қосып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз да, екінші бөлігінде електен өткізіп қосамыз. Миксермен араластыруға да болады. Мен венчикпен араластырдым. Ең бастысы ұнның түйіршіктері қалып қалмау керек. Соңында бізге осындай кекстің қамырына ұқсайтын қою тесто пайда болады. Енді осы массамыздың үстіне 2 қасық миксерлеп алған белогымызды қосамыз. Венчикпен араластырған ыңғайсыздау болғандықтан қасықпен араластырып алдым. Барлығы жақсылап араластырып, біркелкі күйге келгеннен кейін жұмыртқамыздың жаңағы миксерлеп алған ағынан қалған массаның жартысын қосып, тағы да бір араластырып аламыз. Үшінші бөлігін осы массаны жақсылап араластырып алғаннан кейін қосатын боламыз. Бұл өте маңызды процесс, дәл осындай кезекпен қайталануы керек, себебі жұмыртқаның ағын бірден барлығын қосып жіберсеңіздер, сіздердің қамырларыңыз бірден басылып қалуы мүмкін. Сондықтан кезегімен бөліктерге бөліп, осылай шетінен қосып отыратын боламыз. Міне осымен біздің қамырымыз дайын. Енді противеньге пергаментный бумага немесе мен сияқты тефлоновый коврик қойсаңыздар болады. Осы қамырымызды, сұйық қамырымызды жағып, барлығын біркелкі етіп жаймалап шығамыз. Барлығын бір тегіс етіп жайып алғаннан кейін алдын ала қысып тұрған пеште 180 градус температурада беті қызарғанша пісіріп аламыз. Бисквиттің піскенін зубочистка арқылы тексеріп көреміз. Зубочисткаңыз құрғақ шығатын болса, бисквит дайын деген сөз. Видеода көрсетілгендей, бисквитімізді екінші бумагаға терісінен аударып аламыз да, үстіндегі пергаментный бумаганы жаймен алып тастаймыз. Бисквиттің шеттері ораған кезде жыртылып кетпес үшін барлық шеттерін осылай пышақпен кесіп алып тастаймыз. Және де ең шеткі бөлігін 45 градус етіп кесіп алып тастаймыз. Үстіне дайын вареньемізді жағып шығамыз. Бұл менде абрикосовый джем,
Вареньені қалауларыңызға байланысты кез келген түрін алсаңыздар болады. Видеода көрсетілгендей етіп рулетті орап шығамыз. Дайын рулетті пергамент қағазына орап, немесе пищевая пленкамен орап, тоңазытқышқа 1 сағатқа қалдыратын боламыз. Бұл рулеттің бисквиті өте нәзік, ешқандай пропитканы қажет етпейді, тәтті және өте оңай жасалынады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Келесіде дәмді рецептермен кездескенше сау болыңыз.